Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Алматы облысы Райымбек ауданы Сауранбаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мұхамеджанова Қарлығаш Қанатбекқызы. Жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күн мен түн неліктен алмасады? Бүгінгі сабақта сіздер тәулік ұғымымен танысасыздар. Неге күнді жарық, ал түнде қараңғы болатынын білесіздер? Жердің өз білігінен айналуы және оның маңызын түсінесіздер. Ендеше сабағымызды қызықты жаттығудан бастаймыз. Балалар, берілген сөздердің ішінен табиғи жарық көздерін атайықшы. Табиғи жарық көздері. Иә, найзағай, жұлдыз, күн. Өте жақсы балалар. Ендеше келесі сұрақ, қай жарық көзі барлығынан жарығырақ? Әрине ол күн. Ендеше оның ғаламшарымыз үшін қандай маңызы бар? Яғни күннің біздің ғаламшарымыз үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыңдар? Әрине, күн жерге жарық пен жылу беруші. Ендеше балалар, неге күн бізге үнемі жарық қана беріп тұрмайды? Неге бізде қараңғы түнде болып тұрады? Оның себебін балалар бүгінгі сабақта анықтайтын боламыз. Ендеше берілген суреттерге мұқият қарайық. Бірінші суретте таныс болайық балалар. Бұл глобус. Глобус жердің дәл үлгісі, яғни жердің моделі. Біз тіршілік етіп отырған жер осындай. Ал енді осы глобуста балалар ось деп аталатын тура ортасынан жүргізілген көлбеу сызық бар. Міне осы сызықты ось деп атаймыз. Ось ойша алынған жер шары айнала қозғалатын сызық. Жер өз осінен бір айналып шығуына кеткен уақыт тәулік, яғни 24 сағат. Балалар, глобустың дәл ортасымен көлбеу білік өтеді. Білік деп тұрғаным жаңағы ось. Ендеше ғаламшарымыз үнемі осы осьті айнала қозғалады. Егер солтүстік полюстан қараса, ғаламшарымыз сағат тіліне қарсы батыстан шығысқа қарай айналады. Бір қызығы балалар, полюстерге жақын болған сайын айналу жылдамдығы кеми түседі. Енді осы жер өз осінен айналған кезде күнге біресе бір жағымен, біресе екінші жағымен бұрылып отырады. Жарық түскен бөлігінде күндіз болады, ал қарама-қарсы жақта түн болады. Ал ендеше осы қызықты тақырыпқа зерттеу жүргізіп көрейік. Неліктен күн мен түн ауысады? Ал ендеше балалар, күн мен түн неліктен ауысады? Біз қазір осы сұраққа тәжірибе жасаймыз. Бізге тәжірибе керегі глобус, және маған қазір көмекші келеді, ол дайыр, және бізге керегі фонарь, яғни қолшам. Кез келген қолшам түрі бола береді. Ендеше балалар, күн мен түн неге және қалай ауысады? Күн мен түн балалар жер өз білігінен айналғандықтан ауысады. Жер өз білігінен айналады. Жер білік дегеніміз міне осі. Осьтен жер айналған кезде күн мен түн ауысады. Қалай? Ал ендеше елестетеміз. Міне, Дамир күн ұстап тұр. Күн бұл жарық жұлдыз. Міне жарық түсіріп тұр, жарық пен жылуын беріп тұр. Енді жер өз білігінен айналған кезде қалай күн мен түн ауысады? Мәселен, міне біз қазір Қазақстан. Мен Қазақстанды мен сендерге белгілеп көрсеттім. Міне біз отырған біздің отанымыз Қазақстан. Енді өздерің қараңдар міне. Күн түсіп тұр. Жер өз білігінен батыстан шығысқа қарай керісінше айналады. Өз білігінен айналған кезде міне күнге қараған жағында күндіз, жарыққа қараған жағында күндіз, ал қарама-қарсы жағында түн болады. Сонда міне өз білігінен айналған кезде күн мен түн осылайша алмасып отырады. Түсінікті ма балалар?
Ендеше күн мен түн жердің өз білігінен айналу процесінде ауысып отырады. Ендеше балалар, жаңағы тәжірибемізден қорытынды шығарайық. Күн мен түннің ауысуының қандай маңызы бар? Қандай маңызы бар екен, біз қазір тәжірибе жүзінде дәлелдеп көрсетеміз сендерге. Маған қазір дәмел көмектеседі, және бізге әдеттегідей қолшам, яғни фонарь керек. Міне фонарымыз жанып тұр, дәмел көрсетіп жібер. Міне. Яғни бұл фонарь бізде күн. Ендеше күн түсіп тұр, күн жарық жұлдыз. Біз айтқан боларымыз ол қозғалмайды, бір орында жарық жұлдыз. Ол жерге жылу мен жарық береді. Енді қараңдар, күн жерге жылу мен жарығын берді, ал жер өз білігінен батыстан шығысқа қарай айналады. Осы айналғанның нәтижесінде күн мен түн ауысады. Енді қараңдар, жердің өз білігінен айналудың қандай маңызы бар? Күн мен түннің ауысуының қандай маңызы бар? Мәселен, мен міне Қазақстан белгілеп қойдым. Енді өздерің ойлаңдар, егер жер өз білігінен айналмаса, онда күн үнемі түсіп тұрған жағында айналмаса, күн үнемі түсіп тұрған жағында қатты ыстық болатын еді. Мәңгі жарық болатын еді. Ал қарама қарсы бетінде мәңгі түн орнайды. Ендеше мәңгі түн орнаған жағында аяз, үскірік, жалпы қараңғы, суық, жарық пен жылу жоқ жерде тіршілік болады ма? Әрине, онда тіршілік болмайды. Сондықтан да жер бетінің барлық бөлігінде тіршілік болуының себебі күн мен түннің ауысуы осы жердің өз білігінен айналуының нәтижесі. Балалар, күн мен түннің неліктен алмасатындығы түсінікті болған болса, еске сақтап алатын мына бір мәліметтермен де таныс болайық. Ендеше, жердің өз осінен бір айналып шығуына кететін уақытты тәулік деп аталдық. Тәулік дегеніміз бұл 24 сағат. Ендеше, 21 наурыз және 22 қыркүйек күн мен түннің ұзақтығы 12 сағат болып теңеседі екен. Ал 22 маусым ең ұзақ күн. Ал 22 желтоқсан жылдың ең ұзақ түні екен балалар. Ал бұл балалар күннің өз білігінен айнала жүріп, күнді айналуына байланысты, жыл мезгілдерінің ауысуымен байланысты. Ал ол тақырып туралы келесі сабақта тағы да талқылайтын боламыз. Ендеше балалар, сабақ түсінікті болған болса, мына бір тестке назар аударайық. Сәйкестендіру тесті. Балалар, мен сұрақты оқиын, ал сендер жауаптардың ішінен жауабын тауып көріңдер. Ең ұзақ күн. Иә, жаңада айтқан болатын ең ұзақ күн 22 маусым. Ең ұзақ түн. Қыста болады, е балалар? Қыста күн қысқарып, түн ұзарады деп айтамыз. Ендеше ең ұзақ түн болады 22 желтоқсан. Өте жақсы жарайсыңдар. Күзгі күн теңелуі. Күн мен түн теңеледі деп айтып жатамыз. 23 қыркүйек. Көктемгі күн теңелуі. Күн мен түн теңеліп, жер шуаққа кенелді деп айтып жататын мезгіл. Көктем мезгілі. Әрине, 21 наурыз. Жер білігінен айналу уақыты. Жаңағын айттық. Бір тәулік. Яғни 24 сағат. Жердің пішіні. Дұрыс айтасыңдар, шар тәрізді. Өте жақсы балалар, ендеше осы мәліметтерді мұқият есімізге сақтаймыз. Балалар, сонымен сабағымыз аяқталды. Ал осы тақырып қызықтырған болса, жақсылап тұрып 28-29 оқулығымыздың 28-29 беттерін жақсылап оқып, тағы да есте сақтау, сен білесің бе және ойлан деп аталатын қызықты мәліметтерімен өз бетімізше танысып саралайық. Сау болыңдар.